Сәлем достар, бүгін мен мынандай оймен шығып отырмын сіздерге. Жұмыстан келе жатыр, бүгін автобуста радио қосылып тұрған. Сол радиода мынандай сұрақ қойылды: сіз бала кезіңізде жаңа жылға қандай сыйлық қаладыңыз деген. Сол жерде ол ойын ретінде болып жатырды. Әркім өз ойларын жазып жатырды. Ең жақсы деген адамдарға сыйлықтарын ұсынып жатыр радио. Сол кезде мен өзім ойланып қалдым: мен бала кезде қандай сыйлық қаладым деген сияқты, қандай сыйлық алдым деген сияқты, орындалмай қалғаным болды ма деп. Ең есіме түскені театрс болды. Бұл 2000 жылдар бастарында ең құнды сыйлықтардың бірі. Қалғандары кәмпишне деген сияқты. Біздің кезімізде ата-анамыз біздің сыйлықтарымызға баса қатты назар аудармаған сол кезде. Енді сіздерден сұрайтын: сіздер қандай сыйлық қаладыңыздар? Сол сыйлықтарыңызды алдыңыздар ма? Әлде алмағандар бар ма? Қандай сыйлық қалар едіңіз? Қазір беретін жағдай болса, қалар ма едіңіз? Сол туралы жазып кетіңіздер. Бұл менің алғашқы видеолар желісі. Сіздерден қолдау күтемін, лайк күтемін. Тіркеліп кетіңіздер. Ал да басқа да ойлармен бөлісетін боламын. Бірнеше видео болғандықтан қобалжу бар. Кейін үйренемін деген жағдайдан.